Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы 1988 жылы жарық көріп, 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Роман 1884 жылғы Шәуешек хаттамасында бекітілген Ресей патшалығы мен Цинь империясы арасындағы шекара бөлісі туралы. Бұл оқиға екі алып империясы арасындағы жер бөлісі ғана емес, Шығыс Түркістан облысы Қазақстанды екіге айырған тарихи оқиға болды. Жазушы осы кезеңде шекараның арғы бетінде қалған халықты тақырып етіп алған. Романның бас кейіпкері Демежан тарихта болған адам. Жазушы елге қызмет етіп, жан қиярлыққа барған өмірі арқылы бүкіл бір кезеңдегі халықтың тұрмыс тіршілігін бейнелейді. Ол тек қазақ халқына тән жақсы қасиеттерді, әдемі дәстүрлерді ғана емес, сол тұстағы қазақ қоғамында орын алған алауыздық пен рушылдық секілді қасиеттерді шынайы көрсете білген. Роман композициясы 4 бөлімнен және эпилогтан тұрады. Алғашқы «Жол торабы» атты бөлімінде Демежанның шаңырақ көтеріп, шекара комиссиясы құрамында қызмет етуі, билікке араласуы, оқу ізденуі, ой өрісінің өсуі сипатталса, «Тағдыр» талқысы атты екінші бөлімінде Демежанның жеке өміріндегі қиындықтар, әкесінің өлімі, ағайын арасындағы алауыздық баяндалады. «Уақыт керуені» деп аталатын үшінші бөлімінде Демежанның ұлты үшін істеген азаматтық істеріне арналады. Соңғы дара ағашы атты төртінші бөлімде Демежанға жазықсыз жаза жабылады да дарға асылады. Романның қысқаша сюжеті осындай. Шығарма тауын тек басынан өткерген жайлар оның есеуі, кемелденуі, өсу жолы деп түсінбей, көшпелі тіршіліктен отырықшылыққа бет бұрған тұтас халықтың тағдыры деп түсіну керек. Елім айлап еңіреген, бодандық қамытын киген халықты өзге ұлттармен тең дәрежеде тұратындай өркениетке жеткізсем, өзіне өзін билетсем деп көксеген жанның өзек жанды арманы басты идеясына арналған.